Ассалаумағалейкум қазақ елі. Тағы бір үшінші сериясын түсірейін енді. Үшінші сериясы ел кезегі ішкешейін дейді ғой. В общем, бізге енді мынандай бір жесткий президент керек болып тұр. Оборзели дейді ғой елдер. Құтырып кетті бізде. 15 республиканың ішінде біз бірінші орынға шығып кеттік. Ана 2030 деген бағдарламаға біз 2020-да жетіп қойдық. Оны дәлелдеп берейін ба сіздерге? Америкадан Cadillac, Escalade, Hammer, iPhone ұстап жүр ма? Бізде де сол. Дұрыс па? Міне, екінің бірінде. Одан кейін цифровой документ даже Россияда жоқ. Державада. Мысалы, бізде инді басасың, болды. Түгелін бәрін біліп алады сен. Түгелін. Даже Россияда қуанандай купли-продаж доверенность, праваны удостоверение бүйтіп көрсетеді. Сондай әлі. Қытайдың өзінде де сондай. Мысалы. Енді айтайын дегенім мынандай бір жесткий президент керек болып тұр бізге. Тарихты қарасаңыздар, Наполеон, Шыңғысхан, Сұлтан Бейбарыс, ең соңғысы Гитлер болды ғой енді, дүниежүзін билемекші. Соның бәрі жесткий болған. Қатал да. Мен Нұр ағамның қаталдығына ризамын. Қатал болмаса, халық босып кетеді, тыңдамай кетеді сен. Простой пример. Магазинде бір продавец алдың, сен хозяинсің. Сен босып, деп жыртыңдай берсең, ол сен 500 теңге деп қой деген затың үстінде 1000 теңге деп қояды да, леви ақша жасай береді. Егер сен қатал болмасаң. Простой пример айтып тұрмын сіздерге. Сөйтіп білгенін істейді. Жарыс товарын сатып жібереді деген сияқты. Ал енді мен айтайын дегенім, осы стратегияны егер вице-президент мен сайлаңыздаршы, мен керек сияқтымын, ары қарай жалғастыру керек сияқтымын. Қалған саясатын бәрін айттым. Мен былай істеймін. Дүние жүзінде мен осындай президент болып тарихта қалам. Дүние жүзінде бірақ мемлекет болады, коррупциясыз ел деген. Мен соны жасай аламын. Ол жағынан сомнение ұстамай ақ қойыңыздар. Өтірік алдап пенсияны көбейтем, ананы сөйтем, халықтың жағдайын жасаймын, өтірік айтпаймын өйтіп. Ол өйткені біздің мемлекеттің бюджетін қарауым керек, оны білуім керек. Осынша қанша пенсияға беруге шамамыз келеді деген сияқты ғой. Жаңағы интернет туралы да сұрадып айттым, ол интернет деген мировой бизнес, онда бүйтіп просто так өшіре алмайсың. Бірақ ограничение қоюға болады. Мен ойымша. Не үшін сағат 9-дан 6-ға шейін деп жатыр. Мен WhatsApp-пен бірдеңе жібереді, дәртмен жұмыс істейді, халық деген сияқты ғой. Керек ол, оның керек жері де бар. Енді кешкі 6-дан қазақ атам түнді не үшін ойлап тапқан, Алла тағала не үшін берген? Сол ұйқыласын, демалсын деп. Ары кетсе бір скачать етіп жатқан видеоларын көреді, одан ығыр шығады да 11-12-де жатады уже. 6-да өшірсеңіз. Міне осындай адам керек, мен керек сияқтымын негізі. Мен Қонай батам сияқты бір үйім, бір мәшінем болды. Өзімде жемеймін, өзімде алмаймын ештеңе. Қазақстанның байлығына. Ешкімге де жегізбеймін. Ол жағынан сомнение болмаңыздар. Коррупциясыз ел дүние жүзінде бірақ мемлекет болады, ол Қазақстан. Мен соны жасай аламын. Мен сізге 1000% гарантия беремін. Өйткені ең соңғы міне Нұр ағамның айтқаны 54 миллион квадрат метр үй салам деген. Мен соны айтуды ұмытып кеттім. Міне Тараз, Шымкент, любой жаққа қараңдар. Сол бағдарламамен мына жалғастырып, Қасымда үйлер салынып жатыр. Болды, бізге енді осындай президент керек. Құтырып кеткендердің бәрін орнына қою керек. Ақшаның бәрін қайтарту керек беғарай. Қазақстанның байлығының 50% сөйтіп кетті далаға. Простой пример бүйтеді міне. Әшейін халықтың өзі бүйтеді. 5 миллион кредит алады, ана байы 5 миллион алады, күйеуі кеттік, дүниеге сөйтіп кетсін, Арабияға кеттік, жаңа не дейді, ұзнайтын, Вьетнамға кеттік, анаяқ кеттік дейді. Сөйтіп сол 10 миллионның өзін бір 10 күнде, 20 күнде жаратып келеді, сол ақшаны. Сөйтіп те кетті жартысы. Келгеннен кейін оны төлемейді. Сосын бүйтеді, бәрімізді кредитке тығып тастады. Қайсың, любойың айтыңдаршы маған, кімді пистолет тіреп, сен заставитель кредит алғызды. Өзің бәріп алдың ғой. Кредит деген дүние жүзінде сен қай президент көрдің, жаңа мақтап жатсыңдар ғой бәрің. Кореяны мақтайды, біреу арабтарды мақтайды. Кімнен көрдің сен? Сен туылдың, 20-ға келдің, Land Cruiser 300, Hammer, 5 этаж коттедж дегенді. Сонда условия кімнен көрдің сен? Айтшы, кім істеп жатыр өйтіп? Ешкім істей алмайды да, ондай. Ешқандай президенттің міндетіне де кірмейді ол. Міне саған кредит берді ма мысалы? 3 миллион берді деші, 2 миллион жарайды, миллион. Жыл төле соны, өлмейсің. Бар да жер ал. Қаланың шетінен ауылыңнан болса да. Оны төлеп біткен соң 5 миллион береді саған.
көмегі саған өкіметтің беріп отырған. Соның бәрін бергізіп отқан міне Тоқаев аған қазіргі. Назарбаевтың кетіп қалғанда бір 7 жыл болып кетті міне. Мен бір істеген ісін айтып жатырмын оны. Просто көзіммен көргенімді. Или соқырсыңдар ма, или кереңсіңдер ма? Істеген істерін айттым мен сендерге. Соны қарап отырсаң енді сосын ол 5 миллион қалды, сол үйді сал жаңағы қолыңнан келгенше. Одан кейін ең бірінші вопрос қазіргі 20 мен 30-ның астындағы жігіттер, ол менің балама да касается. Менің балама да касается. Қатын алудан қорқады қазір, қорқақ. И ипотекаға үй алудан қорқады. Ей, сендерге кім айтты оны? О, ипотекаға үй алсаң 25 жыл төлеу керек деп. Соны айтшы. Күшің бар екенін, ақылды екеніңді солай дәлелдемейсің ба? Бір жұмыс істе, 2 жұмыс істе, сен бизнес ашпай-ақ. Сөйтті миллионнан төлеп отыр, 36 миллион қалсаң, 36 ай деген 3 жыл. Сен 20 жасында алсаң, 23 жасында бол, сен үйің бар. Қиналасың 3 жыл. Әйелің болса, сол кезде әйеліңмен екеуің қосылып миына жеткіз осыны. 3 жыл миллионнан төлеп отыр ай сайын. Банктер қуана қарсылады оны. 250-300 мың төлеу керек қой негізінде. Болды, сөйтсе жауып тастап болды. 25 жасында алсаң, сен 28 жасында, жарайды, 30 жасында сенің үйің бар уже. Болды. Сен жағдайым жоқ, ананы бүйтем деп жүрген. Соған да ішім ашиды мен жастарға ше. 30-35-ке шейін жүреді. Сөйтіп үйленбесең де егер сөйтіп істемейсің бе, егер жарайды, қатын алуға қорқатын болсаң. Шындығын айтқанда. В общем, сол осындай бізге либо мен болуым керек, ары қарай Қазақстанның жалғастыруым керек. Нұр ағамның, Тоқаев ағамның ізін. Либо мен сияқты бір жесткий осындай түсінетін бір президент біреуді қою керек, вице-премьер. Вот сол кезде біз ары қарай конкретно өмір сүреміз. Қазақтың тұқымы құрып баратыр. Мен жаным ашитыны сол ғана. Атақ маған ешкімнен көмек сұрап, көшедегі ана подписка сұрап, лайк сұрап жатқан жоқ. Ол маған қызықты емес. Нафиг мне надо дейді ғой маған. Бір тиынға керек жоқ. Сол айтайын.